Балалар, бүгін бізде көп таңбалы санды үш таңбалы санға көбейту алгоритмі. Ары қарай жалғастырып оқитын боламыз. Өздеріңде байқап отырсыңдар, балалар, бүгін бізде 2221 мен 205 санының көбейтіндісі берілген. Енді балалар, 2217-ні 205-ке көбейту үшін бірінші бірлікке, яғни 5 санына көбейтемін. 2217-ні 5-ке көбейту үшін 5 пен 7-нің көбейтіндісі 35. Шу ойда 5 пен 1-дің көбейтіндісі 5, ойдағы 3 пен 8. 2 мен 5-дің көбейтіндісі 10, бірі ойда. 2 мен 5-дің көбейтіндісі 10, ойдағы 1 мен 11 болады. Енді балалар, келесі ондықпен көбейтеміз. Бірақ бізде ондық балалар 0. Ал егер де мен кез келген санды 0-ге көбейтетін болсам, онда мәні 0-ге тең болады. Сондықтан балалар, мен жәнегі ондықпен көбейтпеймін, бірден жүздікке келемін. Жүздік бізде 2 саны, олай болса 2217-ні 2-ге көбейтемін. 2 мен 7-нің көбейтіндісі 14, оны осы тура 2-нің астына түсіремін. 4-і түседі, бірі ойда. 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2, ойдағы 1 мен 3 болады. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4. Келесі 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4-ке тең. Енді балалар, 2 толымсыз көбейтіндіні бір-біріне қосамыз. Мына жерде 5, мұнда 8-дің өзі түседі. 4-ке 0-ді қоссақ 4, 3-ке 1-ді қоссақ 4, 4-ке 1-ді қоссақ 5, және 4-дің өзі түседі. 2217 мен 205-тің көбейтіндісі 454.485. Балалар, тағы да бір рет қайталап айтамын. Егер де жәнегі көбейткіште 0 болған жағдайда, балалар, біз бұл жерде 205-ке көбейткен кезде ондыққа көбейткен жоқпыз. Өздеріңде байқап отырсыңдар, ондықтың асты бос тұр. Себебі 0 мен кез келген санды көбейткен кезде балалар 0 шығады. Сондықтан мен ондықпен көбейтпей, бірден жәнегі жүздікпен көбейттім де жүздіктің астына түсіріп жаздым. Жақсы, сабақ түсінікті деп ойлаймын.